өрмекшілер, әрине бұл қорқынышты, бірақ тіпті бір өрмекші де сізге қорқыныш ұялатуы мүмкін. Әсіресе үлкен, ұзын аяқтары бар аңшы өрмекші. Бұл перденің артында жасырынған кезде оператор жақындайды және оған өрмекші шабуыл жасауға тырысады. Бірақ ол қашып үлгерді. Осындай өрмекшіні қалай ұстау керек? Бұл адам осы өрмекшіні ұстау үшін үлкен ыдысты пайдаланды. Төбедегі алып өрмекшіні баспалдақпен көтеріліп ұстауға тырысты. Бірақ кенеттен өрмекші секіріп кетті. Ер адам баспалдақтан түсе сала қаша жөнелді. Себебі улы өрмекшінің қайда екені белгісіз. Қасқыр өрмекшілер туралы қызықты факт. Олардың аналықтары балаларын арқасында алып жүреді. Олардың саны 100 деген болуы мүмкін. Құмырсқа жегіштер де балаларын солай алып жүреді. Бірақ олар бір ғана баласын алып жүреді. Қасқыр өрмекшілерінің анасын өлтіретін болсаң, жағдай одан да ушығады. Себебі балалары жан-жаққа тарап кетеді. Олардың кейбіреуі